Сәлем, құрметті оқырман, мен сіздерге бүгін Айдар Темірбекұлының «Арқардың киесі» атты шығармасынан үзінді ұсынамын. Арқардың киесі. Қолына үлкен дүрбі ұстап, жан-жақты шолып отырған балаң жігіттің дауысы кенеттен оқыс шықты. «Көке, ананы қараңыз, арқар!» Қыр басында жамбастай жатқан қарт аңшы мойнын бұрып, бала нұсқаған тұсқа көз тікті. «Ой, жарықтық, кетіп барады екен-ау!» деп күбір етті. «Жұлдыздай ағуын қарашы, енді діттеген жеріне жеткенше тоқтамайды бұл. Көке, бұл арқар құм арасында қайдан жүр?» «Тұзға барады», деді аңшы бойын тіктей жайғасып отырып. Ертеректе Қаратау арқарлары құмның жиегіне дейін жайылып келуші еді. Шөлді аймақтарда өсетін күйреуік, баялыш секілді ащы шөптерді жеп, сортаң жерлерге жайылады. Сексеуілдің басында шалады. Құм арасында тұзды тақырларда кездесіп тұрады. Сонда барып тұз жалайды. Біраз ащылап, құмары қанған соң тауға қайтады. Қазіргі уақытта арқардың тұқымы азайып кетті. Құмға да келмейтін болды. Мынау жалғыз жүрген арқар үйірдің құлжасы. Осы қарқынмен тұзға жетіп, бусанған денесімен тұзды тақырға әбден аунайды. Тершіп қызып тұрған теріге тұз ұлпалары жабысып сіңіп қалады. Сол кезде құлжада кері үйіріне қайтады. Қайтар жолда жай жүреді. Өйткені еті қызып, тер шықса, үстіндегі тұзы ағып кетеді. Бұл құлжа қалайда тұзды үйіріне жеткізуге тырысады. Аман есен жетсе, үйірі құлжаның үстіне жабыла жалап қажеттіліктерін өтейді. Көке, құлжаның қайтар жолын аңдып, атып алсақ қалай болады? Жоқ, балам, болмайды. Көрінген аңды ата беру аңшылыққа жатпайды. Аңшының да, аңның да өз серті бар. Мен бұл құлжаны өз мекенінде қияшыңда аңдып тұрып, аунатып түсірмесем мағансын. Қазір атпаймыз. Бұл құлжа үйірі үшін басын тәуекелге тігіп, жазыққа шығып келді. Киесіне ұрынуымыз мүмкін. Қазақта аңды қашырып ат, құсты ұшырып ат деген аталы сөз бар. Бізде құлжаның тауға жетуіне мүмкіндік берейік. Тіршілікте адамнан өзгенің бәрі сол өміріне риза сияқты көрінгенімен, олардың да өзіне тән қиыншылықтары болады. Мына құлжаның жағдайы соның дәлелі. Алдында тұрған аң болса да обал сауабын ұмытпай, әрі ісіңді сабырмен салмақтағаның дұрыс. Тұзақ құрғанның бәрі аңшы емес. Аңшылық кез келгеннің қолынан келе бермейтін киелі кәсіп, үлкен мәртебе. Соған лайықты адамды ғана халық аңшы атаған. Көке, кие деген не нәрсе сонда? Алдымызға келіп тұрған аңды атқызбайтын бұл сөзде қандай сыр жатыр? Сіздей айтулы аңшының өзі аяқ тартатын, ол өзі қандай ұғым? Қарт аңшы сұрақ қойғыш елгезек балаға мейірлене қарап қойды. Білгенің бір төбе, білмегенің мың төбе-ау, балам, деді ішінен. Енді өзі де әңгіме айтуға ыңғай білдіріп, жеңіл жөткірініп алды.
Ертеректе деп әңгімесін бастады аңшы. Осы сен құралпы бозбала шағым еді. Сонау алыстан мұнартқан мың жылғы тауына аңға шығып жүрдім. Көктемнің күні жылт етіп, таудың күнес беттері көктей бастаған. Сәуір айының басында әлі де жетіле қоймаған. Тырбық көкке арқарлар кенеше жабысатын уақыт. Осы кезеңді Қаратау аңшылары тоңқайма деп атайды. Өкпек желге сыртын бере айналып, көк кемірген арқарлар жерден басын алмай жайыла береді. Тіпті жанына жақын барғанша аңғармайды ғой жарықтықтар. Біз үшін арқар атуға ең бір қолайлы уақыт осы. Осындайда аң аулаудың қызығына түсіп, апталап тауға түнейтінмін. Бір күні кешке құрым уақытта тау жотасының биік тұсынан ыңғайлы бір орын тауып жайғаса бастадым. Осы тұстан айнала айқын көрінеді. Ойым осында түнеп, таң бозынан жайылымға шығатын арқарды аңду, аңшылық кәсіпке де төселіп қалған шағым. Тау тыныштығын бұзбай, сылдырма тастардың сықырын шығармай, аяғымды аңдып басып жүрмін. Әлі күннің батуына арқан бойы бар. Жаймен қимылдап, кешкі асымды қамдауға кірістім. Осы сәтте төменгі жақтан сылдыраған тастың дыбысы естілді. Аңшыға бұйыртса қас қағымда ғой, тастың сылдыры тұяқты аңынан шығады, арқар болар деп, дереу иығымдағы мылтыққа жармастым. Ойым алдамапты. Төмендегі тоғайдан өрлей жайылып келе жатқан арқардың құлжасы екен. Енді мен де аңның алдын орағытуға ыңғайланып, осы тұстан өтеді-ау деп томшылаған межеге жеттім. Аяғыма етіктің басына киілетін киіз табан шәркей, киіз табан тасқа жұмсақ тиетіндіктен жүрісімнің тықыр-сықырын білдірмейді. Енді елеусіздеу қалтарысқа бұрылып, тікесінен тік тұрған қақпа тасқа жабысып тұра қалдым. Арқарда айналып, мен тұрған қақпа тасқа жақындай берді. Тіпті таяқ тастам жерге дейін келіп, тырбық көкті бырт-бырт үзген дауысына дейін естіліп тұр. Бұдан әрі ойланып тұрмадым. Қара мылтығымның шүріппесін қайырып, қанды басың бері тарт деп нысанаға ала бергенде, алдымнан арқар ақ сақалды шалға айналып шыға келді. Жастығымнан ба, бірінші көргенде аса мән бермей, мылтығымды түсіріп барлай қарадым. Кәдімгі арқар. Төрт аяғы ақ бақай тұмсығының айналасы түгел ағарып, ақ ауыз болған. Басында мүйізі түсіп, түбінің тұқылы ғана қалған кәдімгі шірікбас кәрі құлжа. Бірақ әй елес екен ғой деп қарауылға қайта алғанымда, алдымда ақ сақалды шал тұрды. Мылтық түсірсем арқар, нысанаға алсам ақ сақалды шалға айналады. Сонда барып аңның киесі деген ұғым санамды жаулай бастады. Не қорыққанымды да білмеймін. Жүгіріп те қашпадым. Жаймен артқа бұрылып, таудан төмен түсе бастадым. Артыма бұрылып қарамадым. Ту сыртымнан кесірге қараған екі көзді анық сезіп келемін. Адамның желкесінде үшінші көзі болады дейтін сөзі рас екенін сонда түсіндім. Тау басында қалған қоржыныма, арғы асуда тұсаулы қалған атыма да қарамай жаяулап ауылға тарттым. Тау етегіндегі
шағын ауылға таң бозара әрең депіліктім. Алдымнан елден бұрын тұратын атам шықты. Боз болған түрімнен ақ бір гәптің болғанын сезген атам келе таңдайымды басты. Бісміллә деп айтқызбақ болғанда тілімді кәлимаға келтіре алмадым. Тілім байланып қалған екен. Көпті көрген атам қара молдаға ертіп апарып 3 күн дем салдырды. Сондағы алғаш айтқан сөзім ақ шал болды. Арқардың киесіне жолыққансың деп түсіндірді қара молда. Содан бері талай жылдар өтті. Ақ шалдың арқасында киеліні сезініп, аңшылық кәсіпке ат үсті қарамайтын болдым. Иттің есі болса, тәңірінің, бөрінің тәңірісі бар, дейді қазақ. Өліде әруақ, малда кие бар, деп те айтады. Бүгінгі біздің көрген құлжаның да киелі екенін сездім. Қорғаушысы оққағары бар. Киесіне сеніп шығады. Киелі аң өзін осылай ерекшелеп көзге көрсетіп тұрады. Оны аңғармаған аңғал аңшыға да обал жоқ. Мен көзіне көргенді таңдамай да ата беретін бір аңшыны білемін. Кейін сол мергеннің 2 көзі суық қараңғы болып қалды. Жап-жас жігіт жанарынан айрылды. Солай балам, соңыма еріп аңшылықты кәсіп етемін десең, сан қырлы тәсілдерді меңгеріп, табиғаттың тылсым күштерін де түсіне білуің керек. Құрметті оқырман, осы әңгіменің жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруларыңызды өтінемін. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Автор Айдар Темірбекұлы.